1993 жылдың басында Қазақстан Республикасы үкіметі Әлемдік банкке өзен кен орнын реабилитация жасау мақсатында қаржы көмек сұраған болатын. Әлемдік банк бұл сұранысқа құлақ түріп, кен орынды 5 бағытта зерттеген болатын. Бұл зерттеулер өзен кен орнын реабилитациялау мүмкіндігін дәлелдеп, оны қалпына келтіру экономикалық жағынан тиімді екенін растады. Әлемдік банк займының негізгі мақсаттары өзен кен орнын сауықтыру жобасы туралы әңгімелеп беруді, біз Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамының аталмыш жобаны және жұмыс жүргізуді басқару тобының директоры Төлекешев Қалдыбай Оңайбайұлынан сұраған едік. Өздеріңізге белгілі, Қазақстанда ең үлкен мұнай-газ кен орындарының бірі болып, осы өзіміздің қаладағы Өзенмұнайгаз кен орны келеді. 90 жылдардың басында осы кен орнында мұнай өндіру қарқыны жыл сайын күрт төмендеп, төмендеу қарқыны 1 миллион тоннаға дейін жетіп отырды. Осындай мұнай өндіру саласындағы күрт төмендеу, мұнай өнімдерінің азайып кету бағытын бәсеңсіту үшін осы Қазақстан Республикасы бойынша да және өзіміздің осы Өзенмұнайгаз өндірістік бірлестігі бойынша да түрлі жұмыстар атқарылды. Сол жұмыстардың бірі, сол бұрын 94 жылға дейін көршілес Маңғыстау мұнайгаз өндірістік бірлестігінің сатында болып келген бұрынғы Өзенмұнайгаз өндіру басқармасын осы Жаңаөзен қаласында орналасқан. Өз алдына өндірістік бірлестік етіп қайта құрып, және осы өзен кен орнындағы мұнайдың осындай жедел қарқынмен төмендеуін тоқтату жұмыстарын жүргізу көзделген болатын. Сол жұмыстарды жүргізу бағытында 1994 жылдың ноябрының 24 күні осы Өзен қаласында бұрынғы Өзенмұнайгаз өндіру басқармасының негізінде Өзенмұнайгаз өндірістік бірлестігі құрылып, сол жұмыстардың алғашқы бастамасы жасала басталды деп айтуға болады. Және 1995 жылдың аяғында осы өндірістік бірлестіктің құрамында 2 мұнай-газ өндіру басқармасы ашылып, осы мұнайдың төмендеу қарқынын бәсеңсіту жұмыстары өз нәтижесін бере бастады. 96 жылдың қорытындысы бойынша өзен кен орнындағы мұнай өндірудің қарқыны біршама бәсеңсітіліп, жүргізілген жұмыстардың алғашқы қорытындылары белгілі болып бастады. Дей тұрғанмен, бұл жұмыстар әлі де толықтай мұнай қарқынының төмендеуін тоқтату үшін жеткіліксіз болатын. Сондықтан сол Қазақстан үкіметінің басқаруымен сонау 92-93 жылдардан бастап осы өзен кен орнындағы мұнайдың қарқынын тоқтату жұмыстары әртүрлі деңгейде көтеріліп қолға алына бастады. Сол жұмыстардың бір белгісі, сол Қазақстан үкіметі өз кезегінде Бүкіләлемдік банкіге өтініш жасап, осы өзен кен орнына инвесторлар тарту, не болмаса сол Бүкіләлемдік банк тарапынан кредит қаржы алып, осы мұнай өндірудің қарқынын одан әрі төмендеуін бәсеңсіту жұмыстарын қолға ала бастады. Сол жұмыстардың бірі іспеттес, сол 1996 жылы осы Қазақстан үкіметі мен Бүкіләлемдік банкінің өзара осындай келісуінің нәтижесі 18 июль 96 жылы осы өзен кен орнының бір бөлшегі болып табылатын 3 блокты реабилитация жасау үшін 109 миллион ақш доллары көлемінде займ бөлінді. Бұл займның негізгі мақсаты өзен кен орнындағы мұнай өндіру қарқынының төмендеуін бәсеңдету және оған қайта инвестициялау қорын жасақтау. Бұрын қолданылып келген өндірістік практиканың жер асты қабаттарына, скважиналарға және кен орнын қоршаған ортаға тигізген әсерін зерттеу. Бұрын жүргізілген жұмыстардың қоршаған ортаға тигізген зиянын жою үшін үлес қосу және экологиялық мониторинг пен басқаруды күшейту. Өзенмұнайгаз ашық акционерлік қоғамының қызметкерлерін мұнай кен орындарындағы қазіргі заманғы жұмыс әдістеріне оқыту және олардың өзен кен орнын қалпына келтіру және пайдалану бағдарламасын басқара білу қабілетін арттыру мақсаттары болып табылатын. Осы бағытта белгілі бір жоба жасалып, ол жоба үлкен бір құжат болып, сол Бүкіләлемдік банкінің мамандарының басқаруымен
дүниеге келген болатын. Бүгінгі күндері осы өзен кен орнында сол өзен кен орнының бір бөлігі болып табылатын шаблокты реабилитация жасау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның алғашқы қадамы сонау 97 жылдың қаңтар айында сол бүкіләлемдік банкінің өзінің жасақталған қағидасы бойынша түрлі тендерлер өткізіліп, ол тендерлер бойынша осы өзен кен орнына керекті өндірістік тауарлар, құрал-жабдықтар, материалдар және осы шаблокты реабилитация жасау үшін жүргізілетін жұмыстарды атқарушы мекемелерде бүкіләлемдік банкінің тәртібі бойынша тек қана тендердің негізінде анықтап, осындай негізде осы шаблокта жүргізілетін жұмыстарды атқарушы мекемелерде анықталып отырады. Осы күнге дейін сонау 18 июль 96 жылдан басталғалы бері осы шаблокты реабилитация жасау бағытында бірнеше тендерлер өткізілді. Сол өткізілген тендерлердің негізінде өндіріске қажетті тауарлар, материалдар, құрал-жабдықтар сатып алынды. Өздеріңізге белгілі, күні бүгінге сол жұмыстардың бір айғағы сонау 94 жылы осы Өзенмұнайгаздың өзінің ақшасына сатып алынған, Кардвилл компаниясынан сатып алынған 3 қондырғы болатын скважиналарды күрделі жөндеу, скважиналарды бұрғылау жұмыстарына пайдалануға. Сол станоктар, қондырғылар осы күнге дейін жұмысы тұрған болатын. Осы займның ақшасына сол 3 қондырғыға керекті жеке бөлшектер, құрал-жабдықтар сатып алып, олар бүгін толықтай жұмысқа дайын. Біреуі жұмысқа қосылды. Қазір алғашқы бір скважинаны қазып та бітірді. Тағы да осы шаблокты қалпына келтіру мақсатында көптеген жұмыстар жүргізілді. Сол жұмыстардың бірі мынау шаблоктағы мұнай, су құбырларын ауыстыру жұмыстары, ондағы насостық қондырғыларды ауыстыру жұмыстары. Ол жұмыстар жөнінде де қазір құбырларға сатып алу үшін тендер өткізіліп, ол тендердің жеңімпаздары анықталды. Ондай трубалар 114 мм-лік, 219 мм-лік құбырларды сатып алу үшін осы жақында контрактіге қол қойылу қажет. Тағы бір айта кететін жай, 1997 жылдың екінші жартысынан 1998 жыл бойы осы өзен кен орнындағы шаблокты реабилитация жасау жұмыстары бізге байланысты себептермен тоқтап қалды. Ондағы негізгі себеп Қазақстан үкіметі 1998 жылға бюджетті бекіткен кезде сонау бүкіләлемдік банкіден осы шаблокты реабилитация жасау үшін бөлінетін қаржы республика бюджетіне кірмей қалған. Сондықтан жыл жарымдай 18 ай бойы бұл жоба бойынша жұмыстар тоқтап қалды. 1998 жылдың 2-13 декабрі аралығында Алматы қаласында өткен бүкіләлемдік банкінің кезекті миссиясында Қазақстан үкіметі және бүкіләлемдік банк осы жұмыстарды қайта қолға алу қажеттігін анықтап, соның негізінде осы 99 жылдан бастап бұл жұмыстар қайтадан қолдауын тауып ары қарай жалғастырылды. Биылғы қол жеткізіліп отырған жұмыстардың бір негізі сол 97 жылдары өткізілген тендерлардың қорытындысыменен жасалған контрактілерге ақшалар төленбей қалған болатын. Сол ақшалар төленді. Ол контрактілердің суммасы 11.400.000 ақш долларын құрайды. Ол контрактілерге де осы бірінші жарым жылдықта біз толықтай ақшаларын өткізіп, ол контрактілердің негізінде сол компаниялардан бүкіләлемдік банкінің қойған тәртібі бойынша және процедурасы бойынша біздер осы алдағы жыл аяғына дейін келесі жылдың бірінші кварталдарында сол жасалған контрактілердің негізінде тауарларды, материалдарды алып бастаймыз. Олардың ішінде ең бір
айта кететіні сол жаңа айтып өткенімдей 3 кардігіл қондырғысын қамтамасыз ететін, соларға қызмет көрсететін арнайы спецтехникалар келеді. Және осы өзен кен орнындағы мұнай беретін скважиналарды ыстық мұнайменен обработка жасайтын қондырғылар аламыз. Және осы жер асты құбырлары болып табылатын скважиналарда қолданылып жүрген тереңнен май айдайтын глубинный насос дейміз, сондай насостар сатып алуымыз керек. Және тағы да ойымызда бар, осы кен орнына қайтадан жаңа техника ретінде винтовой насостар сатып алып, соларды сынақтан өткізу. Егер сынақтан өткен жағдайда өзен кен орнында винтовой насостарды пайдалануға жол ашу. Осындай жұмыстарда көзделген. Және тағы бір айта кететін мәселе, осы бағанадан берген әңгімемізді үш блок деп үш блоктың айналасында айтып отырмыз. Негізінен займды тек қана үш блокқа бағыттауымыздың да бір мақсаты бар. Оның негізгі мақсаты, бағана әңгімемнің бас жағында айтып өткенімдей, жалпы өзен кен орнын бүтіндей қалпына келтіру үшін бұдан да көп қаражат қажет. Ал осы үш блокты реабилитировать ете отырып, біз сырттан келетін стратегиялық инвесторларға осы өзен кен орнының қаржы болған жағдайда, қаржы дұрыс жұмсай білген жағдайда оның қалпына келтіруге болатындығын, және өзен кен орнында әлі де алуға болатын, извлекаемый запас дейміз, мұнай қорының көп екендігін көрсете отырып, сырттан осы өзен кен орнына стратегиялық инвесторларды тарту, олардың осы өндіріске салатын қаржыларын өзен кен орнын қалпына келтіру, реабилитация жұмыстарына дұрыс тиімді пайдалана білу арқылы өзен кен орнын толықтай қалпына келтіру жұмыстарын қолға алу болып табылады. Тағы да осы айтылып отқан жоба бойынша тек қана үш блокта емес, үш блоктың объектілерімен байланыста жұмыс жасап тұрған өндірістік қондырғылар да бар. Ол мынау орталық мұнай дайындау цехы, және осы кен орнына қабат қысымдарын сақтап тұру үшін айтылатын теңіз суы, ол теңіз суын жеткізетін құбырлардың қазіргі жағдайы да осы жобаның ішінде қарастырылған. Сол жұмыстардың бірі ретінде өздеріңіз білесіздер, жақында да осы эфирге шығып қала халқын хабардар еткен болатынмын. Мынау Кендірліден Каспий теңіз жағасынан осы қаламызға дейінгі 70 километр аралыққа су айдау құбырын салу және су тұщыту қондырғысын орнату. Осы жұмыстарды жасамас бұрын әуелі оған техникалық, экономикалық жұмыстар жасап, оның тиімді тиімсіздігін анықтап, содан кейін қаржы көзін қарастырып, ол жұмыстарды қолға алу. Бұл жұмыстар қолға алынған жағдайда, бұл біріншіден қала халқына тиімді болса, тұщытылған су қаламызға келетін болса, су барлығымыз білеміз, ол тіршілік көзі. Екіншіден, күні бүгінге дейін дайындықсыз айдалып келген теңіздің ащы суының орнына енді жер асты қабаттарының қысымын сақтау үшін сол Каспий теңізінен тұщытылған су айдап, кейбір теңіз суының жағымсыз залалын жойған болар едік, осы өзен кен орнына келтіріп отырған. Бұл жұмыстарда енді келешекте жасалатын жұмыстар болып табылады. Тағы да бір айта кететін жұмыс, жаңа өзім айтып отырып, осы үш блокты толықтай реабилитация жасау арқылы біз ертең сол сырттан келетін стратегиялық инвесторларға
өзен кен орнында қалпына келтіруге болатындығын дәлелдеп немесе көрсете білуіміз керек. Осы уақытта жасалып жатқан жұмыс деп білем, осы қазіргі жасалып жатқан жұмыстар. Біздің бүгінгі әңгімемізге арқау болған әлемдік банк займы жаңа ғасырда шетелдік инвесторлардың өзен кен орнына деген қызығушылығын тудырады ғой деп үміт артамыз.